Ал олай болса балалар, шығарма кейіпкерлеріне біз енейік. Кейіпке ену қалай болады екен? Кейіпке ену қиын ба? Кейіпкерлердің бойындағы мінездерін, қасиетін, адамгершілігін, сатқындығын біз көркем шығарма арқылы оқыдық. Кейіпке енетін болсақ, кәне кім қай кейіпкер болады? Мұқаш болады. Мұқаш болады дейді. Мұқаш бізде сатқын, жақсы келе ғой, мына орындыққа отыра ғой. Қарамұрт болады. Бір-бірімізбен алма кезек, қазір кейіпке енеміз жақсы, Ақбілек жақсы, Назгүл, Ұрқия жақсы. Сен мына жерге отыра ғой. Ұрқия мен Ақбілек бір-біріне жақын адамдар ғой. Жақын адамдарды бірге отырғызайық. Ал енді біз сұрақ қояйық. Қай кейіпкерге сіздің сұрағыңыз бар? Бұл кейіпкерлер өзінің басынан кешкенін оқиғалары туралы сіздермен бөлісетін болса, сіздер қандай сұрақ қояр едіңіздер? Көкейде жүрген қандай сұрақтарыңыз бар? Жақсы? Сен 5 жыл бойы Ақбілектің баласын асырадың. Ол неге 5 жыл бойы айтпады Ақбілекке өзіне? Себебі Ақбілек яғни сөзге қалған қыз еді. Сондықтан оның атын сөз қылмаш үшін мен оның баласын асырадым. Себебі Ақбілек сөз естімес үшін, Ақбілек барлығына жұртқа яғни жұртқа қызық болып көрінбес үшін мен Ақбілектің баласын өзім асырадым, өзімнің баласын балам қылдым. Жақсы. Қашқасын қорғылып, сіздің Ақбілекті ұстап беру себебіңіз не үшін ұстап береміз? Мені ұстап бермейтін де едім. Жаңа мен Ақбілектің алдына біраз бардым, бірақ ол мен қолымды айтады, соған бір жағынан ашулы болдым. Және Ақбілектің әкесіне де іштей бір ызам болды. Сол себепті мен және орыс офицерлері осы ауылдан қыз тұрады әдемі осы. Сосын мен Ақбілекті айттым. Жақсы. Біз келісетін болсақ, сұрағым бар болса, дұрыс, бірақ сұрағым бар болса, қалай келісеміз, жауаппен келісеміз. Жақсы. Тағы қай кейіпкерге сұрағыңыз бар? Ақбілекке сұрағым, сені орыс офицерлері